Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін сіздермен катиондарға сапалық реакциялар тақырыбындағы сабақты өтеміз. Сапалық реакцияларды анықтаған кезде өзінің ережелері бар, ол реакциялар қалай іске асу керек. Ең бірінші сапалық реакцияларға мынадай талаптар қойылады. Сол талаптар қандай? Ең бірінші, реакция өте жылдам жүру керек. Баяу жүретін болса, біз оны сапалық анықтауға қиналамыз. Екіншісі, реакция қайтымсыз болу керек. Үшіншісі, реакцияның сыртқы белгілері. Тұнба түссе, газ бөлінсе, және түс өзгеретін болса, мұны осылары байқалып тұру керек. Соны байқалса ғана сапалық талдауды іске асыруға болады. Негізінен сапалық талдау катиондар мен аниондардың сапалық реакциялары деп екіге бөлінеді. Біз екеуіне жеке-жеке тоқталып шығамыз. Бірінші, катиондардың сапалық реакциялары. Демек, катиондарға сапалық реакциялар бұл жерде ең бірінші жалын түсінің өзгеруімен жүретін реакциялар өзгерістерге қарайтын болсақ, бірінші негізінен бірінші топшы элементтердің көпшілігі тұнба түсе бермейді. Сапалық реакция бере алмайды. Сол себепті бірінші топшы элементтерінің жалынның түсін өзгеруіне көбірек көңіл бөлінеді. Демек, бірінші және екінші топшы элементтері катиондар үшін тұнба түзілу немесе газ бөлінетін реакциялар жоқ, бірақ тұнба түсетін реакциялар бар екінші топшы элементтер үшін. Бірақ бірінші топшы элементтер үшін жоқ. Оларды анықтаудың басқа әдісі жалынның түсін өзгеру бойынша анықтайды. Демек, жалынның түсін литий таңқурай түске. 8-ші сыныпта тоқтап кеткен кезде біз айтып кеткен едік, ол кезде карминді деп айтылған еді. Натрий сары түске, калий күлгін түске, кальций қызыл кірпіш түске, стронцийді бір тоқталған жері бар еді. Стронцийдің да түсі бұл карминді қызыл еді. Бірақ енді қазір біз 9-ші сыныптағы деректер бойынша литий таңқурай, натрий сары, калий күлгін, кальций қызыл кірпіш, стронций шымқай қызыл түсті. Барий сары жасыл, мыс жасыл түске бояйды. Бұл түстерді жаттап алу шарт, себебі жұмбақ заттарды шешуде бұлардың маңызы өте жоғары. Ал енді келесі тұнба түзілумен жүретін реакциялар бар. Тұнба түзілген кезде ерекше түстер пайда болатын реакциялар бар. Сондай реакциялардың біреуі қорғасын катиондары йод аниондарымен ерекше сары түсті тұнба береді. Бұны алтынның түзілуі реакциясына да жатқызылады. Демек, қорғасын катионына йодтың бірігуі ерекше тұнба түсумен жүретін реакция екен. Алтынның түзілуімен жүретін реакция, демек осы реакция. Биылғы ОБД-да түскен сұрақ бұл. Барий сульфаты ақ тұнба береді, хром гидроксиді жасыл тұнба, марганец қызғылт, мыс көк, темірдің 2 гидроксиді жасыл, темірдің 3 гидроксиді қоңыр түсті тұнба береді екен. Демек, берілген катиондарды анықтауға болады. Жүргізілген реакциялардың барлығы ион алмасу реакцияларына жатады. Олардың қысқартылған ион теңдеуін ғана көрсетілген. Мысалға, толық иондық молекулалық теңдеу болатын болса, мыс хлоридіне қосатын болсақ, калий гидроксидін немесе натрий гидроксидін реакциядан кейін көк түсті тұнба түзіледі. Демек, байқап тұрған болсақ, жоғары аталғандардың ішінде көк түсті тұнба тек қана мыс гидроксидіне тиісті болып тұр. Қосу калий хлорида. Толық иондық теңдеуін жазған кезде тұнба ғана иондарға дыр айтылмайды, молекула түрінде жазылады, қалғандары ион түрінде жазылады. Мысалы, купрум 2+ иондарға дыр атсам, хлор анионы, калий катион мен гидроксотоп анионы. Мыс 2 гидроксид иондарға дырамайды, молекула түрінде жазамыз. 2 калий плюс қосылған 2 хлор минус. Бұндай реакцияларды біз ион алмасу реакцияларында көрген едік. Енді ұқсас иондарды қысқартсақ, хлор мен хлорды, калий мен калийлер жоятын болсақ, сол кезде қысқартылған иондық теңдеу келіп шығады. Бұл жерде тұнба түзілумен жүретін реакциялар осылар. Демек, осы тұнбалардың түстерін жаттап алу керек. Сонымен қатар түс өзгерумен жүретін реакция. Темір катиондарын 3 валентті тұздарын анықтау үшін оларға калий радониді қолданылады. Сол кезде қызыл қан түс пайда болады. Демек, бұл жерде қанның түзілуімен жүретін реакция десе, темірдің 3 хлоридіне қосады екенбіз калий радонидін. Шығады темірдің 3 радониді қосылған калий хлор.
Қызыл түс беріп жатқан мынау. Демек, бұл қанның түзілуімен жүретін реакция. Жоғарыда алтынның түзілуімен жүретін реакция, енді бұл қан түзілуімен жүретін реакция. Енді кестеде катиондар сапалықты анықтау үшін кесте көрсетілген мына жерде. Мысалға, сутек катион анықтау үшін индикатор қолданылады. Лакмус қызыл түске, метил оранж қызғылт түске, ал фенофталин әсер етпейді. Күміс ионын анықтау үшін, демек хлормен реакцияға түсетін болса, ірімшік тәрізді ақтұнба түзеді. Ірімшік тәрізді. Ерекше қасиет. Мыс катиондар жоғарыда көрді, гидроксотоппен көк тұнба береді екен. Темірдің екі валентісі гидроксотоппен жасылдау тұнба, бірақ уақыт өте келе қоңырға айналады. Темірдің үш валентісі қоңыр тұнба. Мырыш гидроксидмен алюминийге мән береміз. Екеуі де гидроксид иондарымен, біреуі ақ қоймалжың тұнба берсе, екіншісі ақ жүзгін. Екеуі де сілтінің артық мөлшерінде еріп кетеді. Демек, мән беретінесі тағы қайталаймын. Ақ қоймалжың десе мырыш, ақ жүзгін десе, онда бұл алюминий болған. Аммоний катионына сілті қосатын болсақ, реакциядан кейін аммиак газы бөлінетін болғандықтан аммиактың иісі шығады. Мен осы жерге реакция теңдеуін жазып кетсем, мысалға аммоний хлоридіне қосамыз сілтіні натрий уашты немесе калий гидроксидін. Реакциядан кейін аммоний гидроксиді түзіледі, ол тұрақсыз болғандықтан аммиак пен суға ыдырап кетеді. Сөйтіп, аммиактың өткір иісі пайда болады. Сол себепті бұл аммоний иондарын сапалық анықтау үшін гидроксид иондар қолданылады. Барийді анықтау үшін сульфат пен суда да қышқылдарда ерімейтін ақтұнба береді. Кальций карбонат аниондарымен ақтұнба береді. Ал енді натрий мен калий, натрий жалын сары түске бояса, калийіміз күлгін түске бояйды. Біз жоғарыда бірақ және осы катиондардың жалын түсін өзгертуіне тоқталып кеткен едік. Мына осымен достар, катиондарға сапалық реакциялар тақырыбында сабағымыз аяқталды. Негізінен мүмкіндігінше жоғарыда аталған түстердің өзгеруі, тұнбалардың түстері, одан кейін алтынның түзілу реакциясы, қанның түзілу реакциясы, кестедегі катиондарды сапалық анықтау үшін қолданылатын реактивтер мен реакцияның нәтижелерін жаттап алу шарт. Сабағымыз осымен аяқталды достар. Сау болыңдар.